Осы қолға жабыспайтын креммен біз торттардың сыртын қаптайтын боламыз. Осы қолға жабыспайтын кремді жасау үшін ең алдымен бірнеше ережелер бар. Ол бірінші орында сіздің тортыңыз міндетті түрде холодильникте кем дегенде 2-3 сағат тұру керек, яғни салқын болып тұрған болу керек. Біз оны салқын торттың сыртына жағамыз. Одан кейін мынау сіздің подложкаңыз қатты, қалың, сондай подложка болу керек. Жұқа подложка қоюға болмайды. Бізге керегі бөлме температурасындағы 82%-дық сары май және осындай ақ шоколад глазур керек болады. Енді осылай бір ыдыста су қайнап тұрған болу керек, яғни водяная баняда біз ақ шоколадымызды жақсылап ерітіп аламыз. Міне бізде толықтай еріді. Енді осыны кішкене бөлме температурасына қоямыз, бірақ салқындатып алмауымыз керек. Бөлме температурасындағы сармайдың үстіне ақ шоколадымызды жылылау күйде құю керек, тым ыстық болмасын. Бір шай қасық загуститель саламыз және миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын әр 30 секунд сайын жоғарылатып отыруды ұмытпаймыз. Массамыз ағарып, пышный болу керек, яғни көлемін 2 есеге дейін ұлғайту керек. Осы кремді біз көп ұзамай тортымызға жағуымыз керек. Бастысы крем кішкене жұмсақтау болады осылай. Бастысы бұл кремді суытып алмаңыздар. Креміміз осындай жұмсақ болып көрінеді, бірақ өте стойкий болады. Осы жұмсақ күйінде сап-салқын тортымыздың сыртын қаптаймыз. Кремді кондитерлік қалтаға салып, салқын торттың сыртына қаптай бастаймыз. Крем жұмсақ болғанымен салқын торттың сыртында тез қатая бастайды. Сондықтан жұмсақ болып тұрған кезінде торттың сыртын әрлеп тегістеп алуымыз керек. Креммен жұмыс істеп жатқан кезде біршама уақыттан кейін кремнің қатая бастағанын өздеріңіз сезесіздер. Егер де тортты безендіретін болсаңыздар, осылай тегістеп барлығын толық бітіргеннен кейін сразу артынша безендіріп тастаңыздар. Ал егер де сурет салатын болсаңыздар, оны холодильникке қойып, 1 сағат өткендерден кейін торттың бетін неше түрлі суреттерді салуыңызға болады. Міне көрдіңіздер ме, сондай қатты ұзақ уақыт кетпейді, моментально қата бастайды. Енді торттың жан-жағындағы тиіп қалған артық кремдердің барлығын моментально сүртіп алу керек.